Ассалаумағалейкум, қалайсыздар достар? Жана сіздерге сауда жасаудың жана бірінші тарауын айтып кетейін. Жана бірінші тарау қазір маған бәрін өшірсек. Так. Жау өшірудің қажеті жоқ. Мысалы, біз сауда жасайтын кезде әрдайым да мына жерге стоп лосс қоямыз. Мысалы, осы жерге стоп лосс қоямыз да. И потом сел төмен қарай бағаны ашамыз. Мына жерге тек профит қойып қоямыз. Арақашықтық осындай болу керек. И потом барып астыға келеді, тек профит келеді, сіздердің саудаларыңыз плюспен жабылады. Көрдіңіздер ғой, а? И потом барып біз астыға бағаны сам уже до конца астыға түскенін күтеміз да. И потом барып осы жерге стоп лосс қоямыз да, жоғары қарай бай деген здеканы ашып, осыны арақашықтығында тек профит қоятын боламыз. Өйткені үстінен астыға қарай кететін позиция, астынан жоғары қарай кететін схеманы мен сіздерге айтып отырмын. Жалпы бұл схеманы любой валютный параға да жасауға да болады. Негізі просто бұл жерде свечаның мықтылығын до конца астыға түсуін анықтауымыз керек. Дұрыс қой, достар, сондықтан солай біз жасыл свечаны до конца жоғары тақалғаннан кейін барып, до конца үстіне стоп лосс қоясыздар, астына селді қоясыздар да, и тек профит қойып қоясыздар, автоматически пайда болсам, сіздердің саудаларыңыз пайдаға жабылатын болады. Егер де баға до конца астыға түсіп, жоғары қарай кететін болса, мысалы, до конца астыға күтеміз түскен, и потом астына стоп лосс, үстіне тек профит жоғары бай деген сделка ашатын боламыз, достар. Осылай. Так, мен сіздерге ірі ойыншыны тауып көрсететін болам. Біз ірі ойыншымен қалай жұмыс жасаймыз, қалай ол ірі ойыншы дегеніміз не деген сияқты. Бұл жерде мынаяқта кішкентай свечалар тұр ғой, мынаяқташы. Бұлар ірі ойыншылар, негіз грубо айтқанда, банктер, мысалы, ірі ақшасы көп, жана биржада отыратын адамдар, тағы басқалар, мысалы, бұл жерде рөл ойнап отырады. Мысалы, бұл жерде позиция жинап отырады. Біз сияқты аз ақшамен бастап отырғанда бұл жерге позициялар жинайды и жоғары қарай лақтырады. Мысалы, оны біз қалай анықтаймыз? Егер де кішкентай жасыл, қызыл свечалар жиналатын болса, біз осы жерден жасыл жоғары қарай кететін белгі беретін болса, осы жерден басталады. Негізі жоғары қарай шебейді. Біз жоғары қарай сделка ашсақ болады. Мысалы, бұл жерге бай деп жоғары сделка ашсақ, біз жақсы пайдаға ұшырайтын боламыз. Осы жерде мысалы қарап отырсаңыздар. Так. Мынаяқта да сондай кіші қарайым свеча и жиналтына астыға қарай направление берді. Сіздер мынаяқта сел деген астыға төмен қарай, қызыл свеча төмен қарай кетіп баратса, сел деген сделканы ашып, төмен қарай ашып, жақсы табыстыққа табуға болады, достар. Көрдіңіздер ғой, ірі ойыншылар осы жерде, мына жерде ірі крупный игрок, мынаяқта крупный игрок, мысалы, бұл жерде же қызыл свеча бастағанда астыға ашасыздар. Ояқта көп, мысалы, мынаяқта да бар, мысалы, крупный игрок жоғары қарай кетті. Мысалы, мына жерде позиция жинап, жоғары қарай лақтырды, жоғары қарай ашқандар жақсы пайдаға ұшырады. Жақсы пайда алады. Так. Мынаяқта тоже болды, ірі ойыншылар. Астыға қарай кетті, бұл жерде аз болды. Мына қараңыздар, мына жерде тоже ірі ойыншылар көп позиция жинайды да, астыға қарай лақтырады бағаны, астыға қарай направление кетсе, жақсы пайда ұстауға болады. Мына жерге сіздер сел деген төменге қарай позиция ашсаңыздар, мынаяққа түседі да, и потом барып сіздер жақсы пайда ұстайсыздар. Алтын схемалар ғой, негізі любой параламен жұмыс істеуге болады. Пока что сол білетін. Мысалы, жасыл свеча жоғары көтерді, нақта қызыл свеча төмен қарай басталды. Мысалы, оны қалай көрсетсем болады сіздерге? Примерно осылай дейік. Жасыл көтерілді, жасыл свеча осылай басталған кезде сіздер мысалы байқап көрсеңіздер болады. Мына жерге стоп лосс қойып қоясыздар да, и потом төмен қарай ашсаңыздар да болады. Осы жерге қарай кетеді, жақсы пайда ұстайсыздар. Негізі қазір сіздерге көрсетейін. Бұл жерде мысалы алтын деген опасный нәрсе, жоғары қарай кетеді да, и потом барып
жогору карай кетет да, уже мына жерден астыга ашууга болот. Кызыл свеча болсо, өйткөнү до конца кете алмагандан кийин уже мынакай ашууга болот. Уже кызыл свеча ашса жакшы. Мына касына кызыл свеча башталганда ашууга болот да, астыга карайчы. Напор жакшы болуп атса астыга карай байкасаңыздар, астыга карай жакшы бир күч берип аткан кезде астыга ашууга болот. Мен солай бирде тагы да бир пайдага чыккам негизи. Пока что сол эми. Бар билетин алтын стратегияларын жалпы солай. Мынакта эре боюнча астыга ашсаңыз да болот, бuyакта позиция жыйнайт деген сыяктуу. Мына мисалы уровендерди бир көрсөтүп чыгайын. Мысалы, жасыл жоғары қарай не бағыт көтерілді, төмен түсті. Потом мына жерде уровень болатын болса, мына жақтан бірдей болатын болса, жоғары кетеді да, мысалы. Өйткені мына жақта уровень рөл ойнайды да. Бұл да бар, мысалы, мына жерде уже дұрыс көрінбей отыр. Мысалы, мына екеуін айтайық, мысалы, баға егер жоғары қарай кетті, төмен түсті қайтыпшы. Но негізі мына жерден егерде аспай жоғары қарай кететін болса, ошол жерден биз жоғары ашууга болот. Өйткөнү жоғары жакшы көтөрүлөт. Өйткөнү касына уровеньдер ар дайым роль ойнойт да, төмен түскөн кезде кызыл свечасы мынакта уровень болот, мына жерде де болот. Биз сону көз карабыз керек. Эгер сол уровеньден токтоп жоғары қарай жасыл свеча башталатын болса, аста стоп лосс, кичкене шамал тек профит алып жоғары ашса болот. Ал құрметті достар, сол пока что билетиним соны сіздерге көрсетіп отырмын. Мыналар екінші сабақта, үшінші сабақта мен сіздерге көрсететін боламын. Жақсы, сау болыңыздар достар. Келесі сабақта жүздесіп отырамыз.